Сәлем оқырмандар, бүгін қуырылған саңырауқұлақ пен картошка тағамын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осылай картоптарымызды жақсылап турап аламыз. Өзіңіздің қалауларыңыз бойынша турап аласыздар. Арнама жазыла кетіңіз. Сіздерге көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын. Және де бір дана пиязымызды турап дайындап аламыз. Және де алдын ала қайнатып пісіріп алған саңырауқұлақтарымды осылай майдалап турап дайындап алдым. Енді табамызды қыздырып алып, үстінен сары майымызды салып ертіп аламыз да, және де тағы да сұйық майды құйып екеуін бірге қыздырамыз. Қызып тұрған майымыздың үстінен саңырауқұлақтарымызды салып, жақсылап қызартып тұрып, қуырып аласыздар. Қуырып алған саңырауқұлақтарымыздың үстінен пиязымызды салып, жақсылап екеуін қуырасыздар. Және де дәміне қарай тұзын қосасыздар. Пиязымыз бен саңырауқұлағымызды жақсылап қуырып алдық. Енді үстінен турап алған картоптарымызды саламыз. Егер де сіздер жаңа көрермен болсаңыздар, менің арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа видеоларымды ең алғашқы болып көріп отырасыздар. Сонымен қатар қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Осылай картопымызды салып, оны да жақсылап қуырып аласыздар. Және де дәмі тұзы кірмей тұрса, кішкене тұзын қосып жібересіздер де жақсылап тағы да бір араластырып қуырып аласыздар. Асты кішкене жабысатын болса, бір кесе су құйып, баяу отта пісіріп аласыздар. Осымен біздің қуырып алған саңырауқұлақ пен картошка тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, жеңіл тағамдардың бірі. Отбасыларыңыз сүйсініп жейтін болады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырыңыз.